Маңғыстау аспан асты мұражай, оған ғасырлар бойы жазылған тарих дәлел. Ал құтты мекенде 360-тан астам әулиенің болуы түбектегі топырақтың қасиеттілігін суреттейді. Биыл қазақ мұнайына 120, ал Қаламқас кен орнында қара алтынның атқылағанына 40 жыл толып отыр. Мерейлі мереке аясында Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы жас мамандар кеңесінің мүшелері Саура Қапамсай, Шақпағата, Кентібаба, Сұлтан-Епе, Ақмыш, Қызылғала, Шерғала, Шетпе бағыты бойынша 2 күндік экспедицияға шықты. Киелі жерлерді аралап, тауға шығып, тас басып, өлкенің тарихымен тереңірек танысты. Туристік шара компаниядағы 40 жылдыққа 40 игі іс шара аясында ұйымдастырылып отыр. Маңғыстаудың тау-тасын аралауға Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты мекемелердегі, сондай-ақ Қаражанбас мұнайгаз, Өзен мұнайгаз компанияларының, еншілес мекемелерінің барлық жас мамандары қатысты. Алыс сапар алдында жас мұнайшылар Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы басқармасымен кездесіп, үлкендердің батасын алып, 2 күндік экспедицияға аяқ басты. Туристік шараның алғашқы аялдамасы сырға толы Саура көлі. Табиғаты тамаша шатқалдың ішінде суы мөп-мөлдір, мұнтаздай таза көлі бар. Бұл қасиетті жерге қатысты халық арасында аңыз әңгімелер көп. Жастар демін басып, естелікке суретке түскенше, арнайы гид маман тарихтан тағылым етіп, көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Ал мынау түбі кремнийлі тастарға толы, борлы тік жартастардан тұратын сай Қапам деген әулиенің атымен аталған. Аңыз әңгімелерге сүйенсек, Қапам әулиенің өкшесі жерге тиіп тұрғанда қылыш өтпейтін, оқ тимейтін, шоқпар маңайламайтын күшке ие болған. Бір қызығы, мұнда су көзі көрінбесе де, айналадағы ағаштары биік, шөбі шүйгін. Шалдардың жүріп өткен жолы, Маңғыстаудың әр тасын, әр құмын қарасаңда сол бір тарих қой жатқан. Сол тарихпен танысып, біздің осы жас мамандар бүгін ерекше әсерде. Маңғыстау мұнайгазға еншілес Қазмұнайгаздың барлық жас мамандар осында. Ерекше бір 2 күндік экспедиция. Ол осы елді тану, жерді тану. Бұл жаңа далада елдің өтінде мұнай қазып жүрген мұнайшылар үшін өте үлкен рухани демалыс болып жатыр. Содан соң экспедиция мүшелері Шақпағата жерасты мешітіне жақын келіп түнемелікке қос тікті. Жастар мешітпен, қауым тарихымен танысты. Қала мен өндірістен ұзап шықпаған жастар үшін тарихи ескерткіште. Күмбір-күмбір сырын ішіне бүккен күмбездерде, жұлдызды аспанда, айдың сәулесімен, қалың ауылдың сұлбасындай көрінетін бейіттердің тылсымы да басқа әлемет. Осы құба жондар мен сайлардан талай қауым көштау. Қандай тарихы бар екен деген әуестік, әбішақ айтатындай тарихын хатқа сенбей, тасқа сеніп тапсырған ата-баба көрегенділігі. Білсем екен, таныған үстіне тани түсем екен деген жастарға білім мен біліктің шоғын тастады. Тәрбиелік мәні зор туристік шара Қазақ мұнайдың 120 жылдығы мен Қаламқас кен орнының 40 жылдығына орай ұйымдастырылды. Сондай-ақ биыл мұнай мекемелері арасынан құрылған жастар кеңесіне 5 жыл. Осы міне бүгін Қазақ мұнайының 120 жылдығына орай және де Қаламқас кен орнының 40 жылдығына арналған өзіміздің мерекелік шараларымыз бар. Шараларымыздың бірі экспедиция плюс 362 экспедиция деген шарамыз жүзеге асып жатыр. Міне бүгін Шерқаланың тұсына келіп тұрған жайымыз бар. Осы Маңғыстау облысының мұнай мекемелерінің арасында жас мамандар кеңесінің 16 мекемесін құрастырып 60-қа жуық адам болып экспедиция жасаған экспедициямызды жүзеге асырғалы жатырмыз. Саяхаттың 2-ші күні жастар Сұлтан-Өпеге бет алды. 11 бөлмеден тұратын Сұлтан-Өпе мешітіне барып көпшілікпен бірге дұға тіледі. Экспедиция мүшелерінің есінде қалған тағы бір жер Қызылқала қалашығы. Мұнда әлі күнге дейін сол замандағы өткен керуеннің, тұрмыс тіршіліктің иісін сезуге болады. Жердегі жатқан қалдықтар тарихтан сыр шертеді. Кейбір жастар сол бір сынықтарды естелікке алып қалды. Мына Қызылқаланың өзіне барып жаңа көп әсер алдық. Керемет жерлерін көрдік, қазылған өзінің қалашықтарын көзбен көрдік, сондай мүмкіншілік алдық. Енді кейбір жастарымыз көрмеген жерлер бар, солардың барлығы үлкен әсер алды, жақсы әсер алды. Мына мысалға біздер Қызылқаланың өзінде осындай құмыраның қалдықтарын, сынықтарын көргенбіз, өзімізбен бірге алып кеттік те, қызық көріп. 2 күннің ішінде 70-ке жуық жас маман 1000-ға жуық шақырымды бағындырды. Тауға шығып, құмға батып, жаяу жүрді. Туған жердің қадір қасиетін тереңірек түсінді. Осы саяхатты ұйымдастыруға қолдау білдірген Маңғыстау мұнайгаз мұнайшыларына үлкен ризашылығын жеткізді. Ал экспедицияның соңғы нүктесі ұйқыдағы арыстанға ұқсайтын Шерғала тауы болды. Жастар осында тұрақтап, тынығып, ауылға қарай аттанды. Қазақ мұнайына
Нұрлан Қуанышбай, Ролан Әметұлы, Каспий ақпарат.